Сәлем қыздар, егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Мен өз шығарылымдарымда, өз каналымда тоқыма өнері жайында бар білген түйгендерімді сіздермен бөлісемін. Сонымен егер де сіздер менің шығарылымдарымды ылғи да қарап жүрген болсаңыздар, мен алдыңғы шығарылымдарымда, осы мен 5-ші бөлімі 3-4 жасар қыз балаға арнап бастаған жемпіріммен мастер-класс өткізу үстіндемін, бар білгенімше. Мінекей, түріктің бомбон жібі. Алдыңғы шығарылымда егерде мен кеуде тұсымен жеңін бөліп, сіздерге қалай бөлу туралы көрсеткен болсам, одан соң мен толығымен тоқыдым. Қызыма әлсін-әлсін өлшеп отырып, содан соң мен 1/1 резинка әдісімен арай тоқып жаптым. Бұны мен ине арқылы, инемен жабу әдісімен жаптым, немесе итальяндық жабу үлгісімен. Мінекей, бұрынғы біздердің өзіміздің классикалық жауып жүрген әдістерімізге қарағанда мына жабу өте керемет. Сонымен мен бір жақ жеңін тоқып қойдым. Мінекей, жеңінде осылай тап осылай жаңағы инемен жаптым. Енді екінші жеңін тоқуға көшеміз. Ол үшін бізге қолымдағы менің 3,5 сымым өте керек. Дайынбыз ба? Кеттік. Егер де сіздер алдыңғы шығарылымды қараған болсаңыздар, өте түсінесіздер. Мен кеуде тұсына келгенде азиатта өсім алған болатынмын. 5 жіп, мінекей сол 5 жіпке келіп тұрмыз. 5 жіптің ортасынан 3-ші жіптен бастап аламын. Мінекей, 3-ші жіп. Біреулер мысалы мына жерден алады. Мына жерден алады. Ал маған ыңғайлысы, мінекей, маған ыңғайлысы мысалы деген мына жерден алған, кішкене бір бой тоқып барып, мына жерден алған өте ыңғайлы мен үшін. Мінекей. Так, біреу. Екінші жіп. 3-ші жіп. Мына жақ жанын аламын, 4-ші жіп. Бесінші жіп. Жай ғана алдым. Содан соң біздер жіппен бөліп тастаған, өзге түсті жіппен бөліп тастаған шалуларды өзіміз мына инеге қайттан барлығын шалып аламыз. Мінекей. Түсіндіңіздер ода? Сонымен қыздарымнан барлығын өткізіп алдым. Енді жіп керек емес, өзге түсті жіп алып тастайын. Мінекей, алып тастадық. Енді біздер мына жерден жанынан 2 жіп қосам. Мінекей, біреу. Қазір. Мінекей, жанынан 1 жіп қостым, біреу. Так, 2. Енді мына жерден мен тағы да 2 жіп қосам. Біреу. 2. Болды. Сонда мен астыңғы жағынан 9 жіп қостым. Түсінікті ода? Енді қолымыздағы маркермен қолтықтың тұсын, мінекей, маркермен бастапқы нүктемізді белгілеп аламыз. Мен қолтықтың тұсын, мына жерде мен бастапқы нүкте деп аламын. 5 жіп бар ғой. Азиатта осында қосқан өзіміз қолтықтың тұсында. Мінекей, алдыңғы шығарылымды көрген қыздар болсаңыздар өте түсінесіздер. Сол тап сол 5 жіптің ортасынан маркер қостық. Енді кеттік.
енді жіпті аламыз. Содан соң мына иненің бойымен алдыңғы жағынан жіпті шалып аламыз. 1 2. Мына қолтықтың тұсындағы 9 жібіміз бар ғой, соны түгелмен 10 тоқып шығамын. Мінекей қосылған жіптерді енді екі оңның үстіне екі теріс, екі терістің үстіне екі оң етіп тоқи береміз. Егерде қыздар жарық деген сіздерге өте шамалы болатса, кешірім өтінемін. Кішкентайларының ұйықтаған уақыты осы болды. Мінекей осылай тоқи береміз. Қазір мына жерге келген кезде сіздермен қайттан кесемін. Мінекей мына жердегі екінші жақ бойы бар, онды солай оң тоқимыз. Өзгеріссіз 2 3 4. Енді бір бой тоқыдық. Енді қыздар екінші бойға кеттік. Екінші бойда да жаңа 9 жібіміз бар ғой біздің. Соны тек қана оң әдіспен тоқимыз да, жаңағы мына күріш әдісімен әрі қарай өзінің тоқи береміз. Мінекей оңның үстіне оң, терістің үстіне теріс. Мінекей. Сонымен қыздар, соңғы жағына келдік. Мінекей. Енді қараңыздар, біздің жаңа 4 жібіміз бар ғой, оңмен алынған. Соларды енді мына тәсілмен, мына узормен, өрнекпен тоқи бастаймыз. Ол үшін мына жерде оңмен аяқталды ғой, теріс аламыз. Терістің үстіне оң аламыз. Осылай. Маркерді аламыз. Сонымен қыздар, үшінші бой басталды біздерде. Мінекей маркеріміз. Енді біздер мына жерде қосып жатырмыз. Тілі оң болды, одағы жаңа 9 жібімізді. Енді соны оңның үстіне теріс, терістің үстіне оң етіп, оң теріспен тоқып жатырмыз. Мінекей теріс. Мына жерде жаңа 2 теріс тоқылды ғой. Соның үстіне оң тоқимыз. 2 оң тоқылған жерлерге теріс тоқимыз. Мінекей. Мынандай әдемі өрнек болып шығады сонда біздерде. Біреулер күміс дейді, біресе басқа бір узор түрін айтады. Осы тал узорын атын, бірақ мен осыны күріш деп айтамын. Кейде күріш әдісінің екінші түрі бар. Онда бір оң бір теріс, келесі жүргенде оңның үстіне теріс, терістің үстіне оң тоқи бересің де. Аманда мен 2 жол тоқисың, оң, 2 жол теріс тоқып жүре бересің. Содан соң келесі 3-ші жолға келгенде теріс тоқпа дейсің. Оңның үстіне теріс тоқисың 2 жол, терістің үстіне 2 жол оң тоқисың. Мінекей сонда әдемі мынандай өрнек шығады. Регландық сызығымыз. Енді қараңыздар. Мына жерден қолтықпен жеңнің ортасы мен әр бой сайын емес, мен әр 2 бой сайын, 2 бойдан немесе 3 бой сайын мен жіп қосып отырдым регландық сызыққа мына жерге. Соның нәтижесінде менде 44 жіп пайда болды. 44 жіпке жаңа қолтықтың астынан мен мына жерден
жіп қостым да. 44 жіпке мен 9 жіп қостым. Мінекей. Сонда менде 53 жіп пайда болды. 53 жіп менде қазіргі жасап жатырған әдісіме, өрнегіме келмейді. Оның үстіне теріс-терістің үстіне 10 тоққан кезде менде келмей қалады. Сол себепті мен мынаның біреуін қысқартамын. Төменгі 5 жібім бар ғой тоқыған. Соның үстінен бір жіпті алып тастаймын, қысқартып, сонда 4 жіп қалады қолтықтың астында. Түсінікті ғой да? Мына жердегі 5 жіптің біреуін аламын қазір. Сізге оны қалай мен көрсетемін. 3-ші бойда. Так, ол үшін. Сонда менде 52 жіп қалу керек. Мінекей. 53 жіптен қазір мен бір жіпті алып тастағанда 52 жіп қалады. Түсінікті ғой да? Көрсетіңіз. 52 жіп қалады. Осымен мен жеңді тоқи беремін. Сонымен қыздар, мен 3-ші бойдың соңына келген кезде мен 52 жіптің, 53 жіпті 52 жіпке айналдыру үшін так, 2 жіпті бір аламын. Соңғы. Болды. Ары қарай 10 тоқи береміз. Қыздарының қолтықтың астынан 5 жіптің біреуі 4-ке айналды. Көрініп тұр ғой сіздерге. Енді ары қарай оң теріспен тоқи бересіздер. Мінекей. Қазір сіздерге міне қолтықтың асты біздерде шықты. Сонда мынандай әдемі болып келе жатыр. Осы күйде тоқи бересіздер. Мінекей. Осылайша тоқи бересіздер. Қазір сіздерге неше сантиметр тоққанымды айтамын. Содан кейін. Сонымен қыздар, мына иықтың шамасынан бастап мен жеңге дейін 32 сантиметр тоқыдым. Осы бір оң бір теріс әдісімен, мінекей. Күріш әдісімен да. Содан қалған 5 сантиметрді, мінекей, 32-ден 37 сантиметрге дейін мен бірде-бір резинкісі әдісімен тоқыдым. 32 сантиметр тоқимыз. Содан соң мына резинка әдісін жеңдегі 5 сантиметрді тоқимын. Тоққаннан кейін мына жерде ине мен жабу әдісін сіздерге міндетті түрде көрсетемін. Немесе итальяндық жабу дейді әдісі, немесе инемен жабу әдісі да. Мына жерге дейін тоқимын. Содан кейін сіздермен қайтадан кездесеміз. Сонымен қыздар, егер де сіздерге шығарылым ұнаса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Қазақ тілі тоқыма каналына өздеріңіздің үлестеріңіз қосып арнама жазылыңыздар, лайк басыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер. Мен сіздердің әр жазған пікірлеріңізге өте қуаныштымын. Бүгін ұнады деп ойлаймын, түсінікті болды деп ойлаймын. Жеңді қалай тоққанымыз туралы сіздер біраз мағлұмат алды деп ойлаймын. Сонымен сау болыңыздар. Пока-пока.